Құрметті оқырман, Өмірай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеле кетіңіз. Қостанай Алматы пойызы жұлқып қалып, ішіндегі жолаушылардың екі қадақ қуанышы мен бір қалта шаттығын, жүрек қабын кернеп тұрған сағынышы мен мұңын ішіне сыйдырып қозғала бастағанда, сыртта Астананың суық желі соғып тұрған. Бірте-бірте перрондағы қимай қарап тұрған жанарлар жалт етіп, іштегі сезімдерді білдіре, бұлғанған қолдар ауа қармап, ауыздар жыбырлап, әлдене деген күйі, кірі бес батпан терезеден жым-жылас жоғалып, шалқасынан жатқан дала көрінді. Ереңдеген алып құрт бірте-бірте қарқын алып, суық желді қақ жарып жүйткіп келеді. Купедегі 3 әйел де жайғасып үлгіріпті. Келгенше қасыма ер адамдар түспесе екен деп тілеп келіп едім. Жолың болғыштығына ішімнен қуанып қоямын. Шашын сарыға боятса да, онысы өңін аша қоймаған қара торы келіншек пойыздың тербеткеніне рахаттана маужырайды. Үстіне сепкен әтірінің иісі нәзік екен. Өзара күбірлесіп, сөйлесіп жатқандарына қарағанда, қасындағы толық сары стразы жапсырып, әдемілеп, мұқият әрлеген ұзын тырнақтармен телефонның бетін тауықтың жем шоқығандай тық-тық басқан келіншек құрбысы болуы керек. Ал қарама-қарсы отырған әйелдің түр әлпеті адамның есінде қала бермейтіндей қарапайым көрінді. Шашын тым қысқа қидырған, бидай өңді, көзінің асты аздап көгіс тартқан, қыр мұрнына жұқалтаң еріндері үйлескен арықша әйелді қазақтың бейнеті көп келіншектеріне ұқсаттым. Ол терезеден бірауық көзін аударып, арасында мен жаққа қарағыштап қояды. Екі құрбының өзара күбірлескені болмаса, өзгеміз үнсізбіз. Пойызда танысып, арқа-жарқа әңгімелесе кеткенді ұната бермеймін. Бәрібір былай шыға бере ол адамды ұмытып қаласың. Әрі оның қандай адам екенін де білмейсің. Бір көрген адаммен отыра қалып шай ішуде, қалай болғанда да өзіңмен өзің болғанға жетпейді. Өзімен өзі болатын тыныш адамдар ұнайды. Сұхбатына қарасаң, кәрі шешеммен құрдас көрінетін буылтық матрас төменге сырғи береді. Ішіндегі мақтасы түйіртпектелген жастықты алып, вагонның жел ұрып тұрған бұрышын бітеген болдым. Сілкілемей-ақ 40 жылғы шаңы ақтарылатын алаша секілді ұсқынсыз қоңыр жамылғыдан пойызға мінген сайын көзім ұшынып, конъюнктивитке айналып кететінін ойлап, оны әрірек ысырдым. Адам жас уақытында жайлылыққа онша мән бермейді. 20-дағы кезімізде күй талғау, ұйқысыздық дегенді білдік пе? Шамасы үлкендік кірейін деді ме? Пойызға мінсем, бабым табылмай, мазам қашады. Енді ертең қашан болады деп мөлиіп отыру қана қалды. Сағат ертеңгі 10:00 болмай мінсек те, уақыт түске енді тырмысып келеді. Соно Аяконың «Синева небес» деген романының біраз жерін оқып тастаған едім. Шығарма қанша қызықты болғанымен, телефоннан оқығанда, кітапты қолға ұстап оқығандай ләззат ала алмайтының болмаса, ұзақ жолда бұл да ермек. Сәлден соң екі құрбының тамақ ішпек болған ыңғайларын байқап, дәлізге шықтым. Ере шыққан бидай өңді келіншек әжетхана жаққа кетті. Одан тамбурда теріс қарап ұзақ тұрды. Терезеге үңілдім. Сырты ағал-жағал, мыжырайған жалғыз үйлі разъездерге көз тоқтатып үлгермейсің. Алыстан көзге шалынатын қазақ ауылдары соғыс көргендей тым жүдеу. Әйтеуір қазаққа бұйырған нәрсенің бәрі көнетоз. Жүдеу әрі мұңлы күй кешіп тұратындай болады да тұрады. Тек салқын самалға кеудесін тосып тыныстап, момақан жатқан дала ғана жаңалау көрініп, қай өңір, қай облыстың тұсында келе жатсаң да, қыраты мен белі көзге жылы ұшырайды. Пойыз доңғалақтары рельсті қаттырақ ұрғылап жатса да, көрші купедегі әңгіме анық естіліп тұр. Бейтаныс жігіт қасындағы 2-3 бозбалаға өзінің қыздарды қалай айналдырғанын жыр қылып айтып жатыр. Тыңдаушылар да оған дем беріп, қосамжарласып қояды. Бір купеден кәрей сәбізінің, біреуінен Қытай кеспесінің иісі шығып тұр еді. Тамбурдан кері қайтқан купелес әйел иығын қушитып, басын төмен салып, құнысқан күйі қасымнан өтіп кеткен кезде мұрныма арақ иісі келгендей болды. Купедегі орным жоғарыда болғаны мұнда жақсы болар ма? Бидай өңді келіншек жұпынлау ауқатын алдына алғанда, мен де орнымда отырып, қораптағы айранды іштім де, қолыма алма алып, оқуды жалғастырдым. Ұсақ әріптер
көз алдында жыбырлай бастаған. Бір уақытта көзім ілініп кетіпті. Оянып басымды көтергенімде бидай өңді әйел қуанып кеткендей болды. Рахаттанып ұйықтадың ғой, жаңа жаңбыр жауды. Танымаса да жасы үлкендігіне салып, сен деп сөйлеген әйелдің даусынан бір қуаныш лебі сезіледі. Жаңбыр жауғанына, қуанғанына қарағанда көптен дала көрмеген, бәлкім ұзақ уақыт ауруханада жатқан адам шығар. Әйтпесе вагон терезесіне тамшы жабысқан мен де көргем, бірақ соған мән бермегем. Төменге түсіп отырдым. Манағы құрбылар Инстаграмдағы біреудің аккаунтын талқылап, интернет дүкендердің тауарлары туралы айтып отыр. Пойызға мінгенде уақыттың баяу жылжитыны несі екен. Әлден-ақ зеріге бастадым. Бидай өңді әйел тағы да өзінше байқатпай жүзіме барлай қарайды. Жүзінде осыны қайдан көрдім деген сұрақ бар. Сіз мені біреуге ұқсатып отырсыз-ау, дедім шыдамай. Қайдан білдің? Түстен бері қарай бересіз. Бір жерден көрген сияқтымын. Зонада болған жоқсың ба? Жайбырақат отырған екі әйел бір жаққа жалт қарағандай болды. Әйелдің осы сөзі оның жүріс-тұрысының, киімінің, бет-әлпетінде тұрған уайымның неге өзгеше көрінетіндігінің жұмбағын ашып бергендей болды. Зона дейсіз бе? Түрмені зона дейтіні ойыма түсті. Жоқ, Құдай сақтасын, болған емеспін, дей жаздап барып, жұмыс бабымен бір-екі рет барғаным есіме түсті. Болған бір-екі рет. Бұл жауабым өзіме де қызық көрінген. Оның үстіне тар жерде ішім пыса бастағаны бар. Менің жауабымды естіген екі құрбының көздері бақырайып кеткенін көргенде, ішімнен аты жөні белгісіз бір күлкі қыстым-ау. Статья қандай? Бірдеңесінші статья дейін десем, ол жағын біле бермейтін болғасын үнсіз қалдым. Онымды әркім өзінше түсінді. Түзету мекемелеріне журналист ретінде барғанымды сәлден кейін айтармын деп қоям. Әйел купеден шығып, 10 минуттан кейін қайта кіргенде арақ иісі мүңкіп кетті. Ішімді жиып ала қойдым. Мас адамнан қорқатыным тағы бар. Өзі зонадан шықса, ал не істесек екен деп екі құрбыға қарап қоям. Олар ештеңе елемегендей. Қасымдағы көршім арақ ішеді екен деп жол серікке барып шағым жасау ыңғайсыз. Өзі артық ауыз сөйлеп те жатқан жоқ. Сонда да ішімнен дәл осы купеге отырғаныма өкіне бастадым. Бір ойым, мүмкін бұл әйел шынымен де мені біреуге ұқсатқан шығар. Болмаса әңгіме болсын деп жай айта салған шығар. Ал өзі сол жақта аспаз не күзетші болып жұмыс істеуі мүмкін ғой десе бір ойым. Әншейінде ізгілік, әдептілік туралы мақала жазасың. Енді несіне жиырылып отырсың? Өмірде әділетсіздікке тап болған адамдар да болады. Бұл әйел де қателесіп жаза басқан шығар дейді. Телефонымнан көзімді алмаған күйі, купелесің ұнасын ұнамасын шыдау керек. Ертең таңда Алматыға түсеміз ғой. Бар жоғы 12-13 сағат. Қазір ұйықтаймыз. Сосын оянғанда таң атады, аз қалды деп ойлап отырдым. Сәлден соң купеден шығып кетіп, қайта кірген екі келіншек жиналып жатты. Тоқтайтын станциялары жақындаған шығар деп ойладым. Бізден аулақ кетті деп мырс-мырс күлді қысқа шашты әйел олар кеткен соң. Неге? Екеуміздің зонада болғанымызды білді ғой. Әйелдің сөзін ұнатпасам да, ол екеуінің осы купеден шығып кеткенше асыққандарын өзімде байқаған едім. Тап осы бір сәтте бір көңілсіздік билеген-ай. Қасыңдағы адамдардың сенен қарадай үркіп, не секем алып кетіп қалғаны сонша жақсы әсерге бөлмейді. Оның үстіне мына әйел де ұнамай барады. Сонда мына купеде осы кісімен оңаша қалғаным ба? Үстінен әлде бір иіс шыға ма? Өзінің түрі де бір түрлі, көнетоз. Өзінше мені жақын тартып қоятынын қайтерсің. Мен сіз деп сөйлесем де, сен деп. Қайта манағы екеуінің болғаны жақсы еді. Енді келесі станциядан біреулер мінсе екен деп тілеп отырдым. Тап осы сәтте манағы босап қалған орнынан аңқылдап ақтарылып, әңгімесін айтып, шайға қанбайтын кәрілеу қазақ кемпірін, болмаса бала көтерген жас отбасын көргім келді. Баласы кішірек болса ойнатар едім. Қайтадан оқып жатқаныма үңілдім. Осы жапондар әңгімеші халық қой деймін. Әйтеуір баурап әкетеді. Кобо абе дегені сөйлеп кеткенде қазақ болып елестейтінін айтсаңшы. Сюгоро Ямамото деген қариясы да сезімтал көрінеді. Ал соны Аяконы психологияны ерекше меңгерген жазушыма дедім.
Әйтеуір сендіріп, иландырып баяндайды. Өзі өткен ғасырдың басында өмір сүрген жазушы әйел. Осы кезде қасымдағы әйелдің даусы ойымды бөлді. Ештеңе етпейді сіңілім, оңаша қалдық. Өзіміз отырып шай ішпедік пе? Осылай деп мұрын астынан мырсылдай күлген әйел ортамызды бөліп тұрған үстелдің үстіне бір жартылықты қойды. Манадан бері кіріп шыққан сайын ұрттап келіп жүргені осы болуы керек. Ішіндегісі ортасына түсейін депті. Шеті кертілген шұжығы тағы бар. Бір түрлі сескенейін дедім. Сұрамастан менің кружкамды алып арақ құя бастады. Кешіріңіз, сұрамайсыз ба? Мен ішпейтін едім. Қойдей, қаяқтағын айтасың? Зонадан шығып ішпеймін дегенге кім сенеді? Осы сөзі мені тіпті басып, жаншып тастағандай болды. Өзімше түзу жүріп тұратын адаммын деп жүргенде, зонадағы адамға ұқсатқаны да, кружкама шөпілдетіп, арақ құйғаны да жыныма тие бастады. Әй, өзіме де обал жоқ, не жыным бар еді, зонада болдым деп. Түлін түртті деген осы. Мен зонада болған жоқпын. Неге? Жаңа ғана болдым деген жоқпысың. Жай айта салғам. Журналистпін. Түзеу мекемелеріне репортаж жасауға барғам. Әйел аузына апарған арағын толғап, бір жұтты да бет аузы жиырылып барып, ернін шүртеткен күйі езуін сүртіп, маған қарап отырып қалды. Түзеу мекемесі дейді ғой, әлдеқандай қылып. Зона десе, Петропавлда ма? Иә, қайдан білдіңіз? Бәсе, айттым ғой, бір жерден көрдім деп. Ол бір алақанын екіншісіне шарт еткізіп ұрды да, шөлмектен өзіне тағы аздап құйып алды. Мен өзімді еркектің қасында отырғандай сезіндім. Ішім суып бара жатыр. Осы сендер сотталғандарды телевизорға түсіруге ұялмайсыңдар ма? Бала шағалары көреді-ау, ұяладау деген жоқ. Соған миларың жетпейді. Әйел маған кәдімгідей ұрса бастады. Жоқ, біздікі телевидение емес, фотоға түсірдік. Бұл жауабым оның одан сайын ашуына тиді. Аха, тіпті жақсы, тіпті керемет жақсылық жасайды екенсіңдер ғой онда, деді екіленіп. Сендер суретке түсіресіңдер, сосын оны газетке, түрлі түсті журналдарға басасыңдар. Ал олар сол кезде ішінен жылап тұрады. Соны неге түсінбейсіңдер? Жұмыс қой, министрліктің тапсырмасы болады. Даусым ақталғандай болып шыққанын өзімде аңғардым. Мен осы әйелден қорқып отырған жоқпын ба деп ойладым бір сәт. Бірақ несіне қорқамын, маған не істей қояр дейсің? Біз оларды суретке тура қаратып түсірмейміз ғой. Киім тігіп, не жөке тоқып отырғанда жанынан кім екенін көрсетпей түсіреміз. Ай, қойшы, деп қолын сілтеді. Манағы тым-тырыс отырған әйел батылақ. Мен орнымнан тұрып төсегіме жатпақшы болдым. Әлі ерте ғой, тал түстен жатпақсың ба? Ақыры журналист екенсің, әңгімелесейік те. Қараңғы түскенімен сағат әлі 9-да болмаған екен. Мына әйелдің жайы белгілі болды. Енді өзімді қалай ұстасам екен деп отырмын. Сөмкеңді, заттарыңды қалдырып, купеден шығып кету де, болмаса теріс қарап, жатып қалу да бір қауіп ойлата бастады. Журналист екенімді бекер айттым. Не жыным бар еді мақтанғандай болып. Зонада болдым деп. Аузымнан жазып, ал саған керек болса. Деп ішімнен өзіме ұрсып, кәдімгідей өкіне бастадым. Ай, аузым-ай, қап, қарап отырмай қағынып. Тух, қап. Жолсерікке барып, басқа орын сұрасам ба екен. Бірақ оған тым кеш болып кетті. Оның үстіне басы артық орын бола қояр дейсің бе? Не болса да, өзінен сескеніңкіреп қалғанымды білдірмейін деп, сөмкемнің қалташасынан шекілдеуік алып, орныма қайта отырдым. Әйел дәлізге шығып кетіп, шылым сасып қайтып келгенде, терезеге үңіліп, жол бойындағы қарауытқан ағаштарға қарап отыр едім. Айтпақшы атым жанар, жанып тұрған қыз болсын деген шығар. Бірақ жанбай, түтіндеп, бықсып сөніп қалдық қой. Осы сөзін мыңыншы рет қайталап отырғаны оның әбден жалыққан дауыс ырғағынан білініп тұрды. Уақытты қалай өткізсем екен, кітап оқи беруге купенің шамы қауқарсыз, телефонның қуаты да таусылып барады. Сонда сотталғандардан сұхбат аласыңдар ма? Не жазбақ болып барасыңдар? Деді бір кезде үнсіздікті бұзып. Енді пробация, еңбекпен түзеу, жалпы ізгілендіру бойынша жасалып жатқан қадамдар. Мен өзімнің миымның бір қалтарысында жатқан жаттанды сөздерді айта бастадым. Ай, қоя берш, ол тағы қолын сілтеді. Бәрі өтірік. Осы өтіріктерінен өздерінде жалықпайсыңдар тегі.
Бұдан әрі оның әңгімесін тыңдауға да, сөйлесуге де зауқым болмады. Апам, не болса да жалпы вагон жақсы. Адамдардың бәрін көріп отырасың. Неше түрлі адаммен танысып, шайыңды ішіп қауқылдасып, әрі қауіпсіз дегенде оның сөзіне күлгенім есіме түсті. Ақтарылып, аңқылдап жүретін ауыл адамы оңашалықтың, өзіңмен өзің болудың рахатын түсінбейді деп ойлағаным да бар. Ал керек болса оңаша купе. 1 сағат өтті. Манағы кетіп қалған екі әйелдің орнына басқа жолаушылар келер ме екен деген үмітім адыра болатын түрі бар. Әлде жол серікке барып, бізде 2 адамға бос орын бар деп айтып келсем бе екен. Менен сұхбат алмайсың ба, журналист болсаң? Бірақ байқа, мен айтты деп бір ауыз сөз өтірік қосушы болма. Сендерді білем ғой. Мына әйел қызып қалдау, ары қарай не болар екен деп отырмын. Одан әрі іше берсе қайтем. Ол аяғын жинап, бір сүңкіреп отырды. Одан қайтадан аяғын созып, біресе шалқайыңқырап, біресе ортадағы шағын үстелге жантайып, қолымен жағын тіреп. Өмірімде бірінші рет журналистке сұхбат берейін деп тұрғаным еді. Көрмейсің бе, тіпті қалай отырарымды білмей отырмын. Бұл жолы жас қыздар секілді сыңғырлай күлді. Неден бастасам екен? Енемді сағынғанымнан бастайын. Енем дегенде ептеп ішім жылайын деді. Енесін сағынатын келіндер тек Қазақта болатын шығар. Енеңіз Алматыда тұра ма? Жоқ, қайтыс болып кеткен. Арты қайырлы болсын, дедім кідіріп барып. Ол ойланып кеткендей болды да, шынымен сұхбат беріп отырғандай түрмен әңгіме бастады. Ақыры ұйқыға ерте екен. Басқа баратын жерімде жоқ. Сапарластың әңгімесін тыңдайын дедім. Ех, Алматы, сағындым бәрін, енемді. Ол осылай дегенде әр сөзінен соң кідіріс жасап отырды. Жүзінен әділетсіз өмірдің дәлде батқан оғы жырым-жырым еткеннен қалған өкініште, қоздап жана алмай бір жола өшкен өкпе де байқалмайды. Тек шаршаңқылығы байқалады. Түкпір жағына картоп, бергі жағында гүл егілген үлкен аулада, ала-салау шағын тамда күйеуім, қызым, үшеуміз, ал сыртта ақ таспен өріліп, қызыл кірпішпен 3 қатар өрнек жүргізілген еңселі үйде енем жалғыз тұратын. Осылай деп бастады да, жанарын менің басымнан асырып, әлдебір нүктеге қадап отырып қалды. Осы сәтте өз қиялында сол өзі айтып отырған аулада жүргені анық еді. Біраз отырып барып, сөзін баяу жалғады. Даусындағы манағы маған зекіп сөйлеген қатқылдық жоғалып кетіпті. Арасында енемнің үйін барып жинастырып, жуып шайып кетем. Үлкен үйді жинап шығу 60-тың үстіне шыққан әйелге оңай емес. 2-3 дүкенді жалға алған коммерсант қой. Жұмыстан өле шаршап келеді. Мен үйдемін. Бәрі көп шашылмайтын, кең үйді жинау да бір рахат. Біздікіндей қолың төбеге тірелетін, киім ілгіш те, тамақ үстелі де босағада қалған. 2 аттап жетіп баратындай емес. Кіре берісі кең. Ас үйдегі жиһазының түсі де ашымды. Шағын той атқарып жіберуге болатын қонақ бөлмесі де, жатын бөлмесі де әдемі. Енемнің талғамы жақсы еді. Түс қағазын да, жабын, жиһазын да үйлестіріп таңдайтын. Бұл үйге қайнатам марқұм 2-3 жыл жүріп салдырыпты. Осы сен адам бұл дүниеден кететінін сезеді дегенге сенемісің? Солай деп айтқан әңгімелерді естігенім болмаса, бой жазады деп айтады ғой. Енем сол күні біртүрлі басқаша көрінген. Есімде ғой, сол күні сенбі болатын. Енем бүгін асқа келді. Немересін еркелетіп отырып, біз мүлдем күтпеген жаңалық айтты. Жаңа ауданда салынған 2 қабатты үйді көріп келдім. Қасына мектепте жақын. Бәрінен бұрын моншасы мен гаражы бар. Бағасын келістім, деді бізді таң-тамаша қалдырып. Бағасы қанша екен, деді ұлы сорпа сораптап отырып. Ұлы дегенім менің күйеуім ғой. $200,000 болады. Мәссаған, ондай ақшаны қайдан аламыз? Мемлекеттік мүлік департаментінің жай маманы болып жұмыс істейтін күйеуім үйдің бағасын есептегенде шошып кетті. Тіпті сорпасына шашалып қала жаздады. 2000 жылдардың басында $200,000 деген тю-тю әйел мойнын қолымен сызып ысқырып қойды. Көп ақша еді ғой. Жаңа үй сатып алам деп жинап жүрген ақшасы бар еді. Әкең қайтқалы да 5 жыл өтті. Қашанғы бөлек-бөлек отырамыз, бірге тұрайық. Жаңа үй өзіме ұнады, ертең бәріміз барып көріп келеміз, деді енем. Маған да бөлме бола ма? Деді біздің қыз қуанып. Қызы туралы айтқан кезде әйелдің бетінде не сағыныш, не өкініш байқалмады. Болады,
сенің де бөлмең болады, деп қуантып қойды әжесі немересін. Мына үйді сатып алатын адам табылып тұр. Ол кісі де бала шағалы, бір аулада екі үйіздеп жүр екен. Құдай сәтін салайын десе, талай жылғы еңбегім енді бір жақсы үйге шығатын кез келді. Былайғы кезде қаталдау, сұсты көрінетін енем сол күні ерекше көңілді еді. Өзінен өзі мейірімі көл көсір болып, немересін еміреніп, ондайын байқамаушы едім. Рас, ақтарылып әңгімесін айтып, немересін еркелетіп, түннің бір уағына дейін отырып, ұйқыға кеш жатты. Ертеңінде жексенбі. Әншейінде ерте тұратын енем таңертеңгі шайға келмеді. Күйеуім оятуға барып, есігінің қоңырауын басып, мамам әлі ұйықтап жатыр, жұмыстан қатты шаршаған екен, деп қайтып келді. Түс болуға таяғанда тағы кетіп еді. Бір кезде айқайлаған дауысы қатты шықты. Жанардың бет әлпетін бағып отырған күйі бір сұмдықтың болғанын түсіндім. Алдымдағы шекілдеуікті былай алып қойдым. Ойбу, жүректен кеткен бе енеңіз? Жоқ, ол күрсініп терезеге қарады. Енемді кілемге орап тұншықтырып, мұрнынан қан кеткенше тепкілеп, әбден қорлаған. Әйтеуір адам көретін жері жоқ. Бірнеше қабырғасы сынып, тіпті сынған екі қабырға өкпесіне кіріп кеткен деді ғой. Кеше ғана әдемілеп жинап қойған үйдің әпте-тәптері шыққан. Шкафтарды, комодты ақтарып, бар дүниені қопарып, астан-кестеңін шығарып кетіпті. Күйеуім жан ұшырып, полицияға хабарлап, үйге ұры түсіп, үй иесін тұншықтырып өлтіріп кеткенін айтып жатты. Сұмдық, біздің елде осы ғой, тірнектеп еңбек етесің. Енді қызығын көрем дегенде, ұры қарының көзіне түседі. Заң жоқ. Елде қарақшылар басынған заман болды. Содан полиция келді. Біз түнде ешқандай бөгде шу естімегенімізді айттық. Үй сатып алайын деп жүрген айттыңыздар ма? Ішімнен мұның артында маклерлер тұрау. Мүмкін жаңа ауданнан үй сатпақ болғандардың қатысы бар шығар. Кәрі әйелде ақша барын біліп, жоспар құрған болуы мүмкін, деп болжап қоям. Адамның қиялы жүйрік әйтеуір. Күйеуім полицияға шешесінің жаңа үй сатып алу туралы ойы болғанын, бүгін барып сол үйді көрмекші болғанымызды айтты. Бірақ енем айтқан үй сатып алуға жиналған $200,000 ақша табылмады. Құжаттарының арасында банкте есепшот ашылғаны туралы келісім шартта болмады. Сіз ол ақшаны өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Деп сұрады тергеуші. Анам өзінде сондай ақша барын айтқанда таң қалғаным рас. Бұл дегенің өте көп ақша ғой. Бірақ өзім ол ақшаны көргем жоқ. Бар болса бар шығар дедім. Шағын 2-3 дүкенді жалға алатын, біраз жылдан бері тірнектеп жинап жүрсе керек, деп жауап берді күйеуім. Тергеу 2 айға созылды. Бүкіл таныстарынан, үй сатпақ болған адамнан, дүкендерден жауап алды. Коммерциялық операцияларын тексерді. Бизнестегі серіктестермен байланысы, клиенттермен қарым-қатынасы қалай болды, бәрін сұрастырды. Біреулерден күдіктенді, бірақ ақыр аяғында іс нәтиже бере қоймады. Сөйтіп қашанғыдай істі жауып тастады десеңізші. Бізде бұл қалыпты жағдайға арналған. Істің солай аяқталғанына күмәнданбаған едім. Тапты ғой. Қылмыскерді тапты ма? Сауап болған. Полиция жараған екен. Манағыдай емес, көңілім жайланайын деді. Енді жанарда арақ шеді демесең, сөзі дұрыс, түсінігі бар адамға ұқсаттым. Енемді өлі күйінде тауып алғаннан кейін 2 ай өткенде полиция бізді шақырды. Я, дұрыс қой, сіздерді шақырғанда күдіктіні танисыздар ма деп сұраған ғой, деп әңгімені жалғап, өзімше жан бермек болып отырман. Әрі қанша дегенмен газеттің адамымын ғой, оқиғаның соңы не болды екен дегенде әуестік алып барады. Сөйтіп енеңізді өлтірген адам ұсталды деңіз. Адам өлтіргендер жазасын алу керек, деп кіжініп қоям. Жалпы әңгіме тыңдағаным сондай, сырт көзге ұстамды көрінгенімен, жүрек тебірентер немесе жан түршігетін әңгімені естісем, байыз таппай кетем. Осы әдетімді қояйыншы десем де, қанға сіңген мінезден арылу қиын екен. Жедел тергеушілер ұялы байланыс орталығынан телефон әңгімелерінің мәліметтерін сұратқан. Қайтыс болған адамның жақындарының да телефон номерлерінің мәліметтерін түсіріп, пелең дерегін алған. Телефондардың сөндіріліп тұрса да, әр 12 секунд сайын пелең жасап тұратын білетін бе едің? Мен иығымды қиқаң еткіздім. Пелеңдегі мәлімет күдіктінің түнгі сағат 3-те енемнің үйіне келіп, жарты сағаттан соң өзі тұратын қалаға кері шыққанын көрсетеді. Және ол кісіге шабуыл жасап,
қайтыс болған уақыты да сол кезге сәйкесіп тұр. Сонда қылмыскер басқа қаладан келіп, Рауыз, тұра тұршы, сөзді бөле бермей. Әңгімешім қабағын шытынды. Мен жым болдым. Болды, енді жағаласпаймын, дедім өзіме ішімнен. Полицияны көрген бойда бейшара бұтына жіберіп қоя жаздапты. Осы кезде вагонда жарық өшті. Манадан бері баяу әндетіп тұрған музыкада тыншыды. Әйелдің әңгімесінен еснете берген ұйқым шайдай ашылып кетті. Екеуміз де қыбырсыз отырмыз. Ал енеңізді өлтірген қылмыскер 200 000 долларды қайтарып берді ме? Жоқ, ақша болған жоқ. Сонда қалай? Қас пен көздің арасында бәрін түгел жұмсап жібергені ме? Қалай тез? Ақша ұрыда емес деймін. Өзің дымықпайды екенсің. Сонда ұры алмаған болса, ол ақша қайда кетеді? Миым жетер емес. Сол ақшаның қайда кеткенін қанша жылдан бері соны ойлаумен келем. Енеңізге шабуыл жасалған күні тағы біреу ұрлыққа түсуі мүмкін ғой. Киноларда болады. Қылмыс жасалған кезде бір мезгілде 2 рет ұрлық болады, немесе бір адамды 2 рет өлтіріп кетеді. Шамасы кешегі үй сатып алу туралы әңгімені бөгде біреу естіген болып тұр ғой. Сол кезде терезе ашық тұрған жоқ па еді? 200 000 долларды да сол алған болуы мүмкін, дедім білгішсініп. Жанар асықпай есіне балды. Оған менің болжамым түк қызық емес екені көрініп тұр. Ал шынында үйде ешқандай 200 000 доллар болған емес, деді бір кезде Самарқа үнмен. Қалай, солай, журналист, сенде айран бар еді ғой, мына күрішкеге құйшы. Мен айран асыр болған күйі, ол айранын ішіп тауысқанша, ішімнен оқиғаның желісін болжамақ болғаныммен ойыма ештеңе келер емес. Логикамда о бастан онша еместін. Түн ауғанда қарным да аша бастады. Мана көңілі күйім болмады да, үйден ала шыққан тамағымды шығармап едім. Ендігі ашып кетті ме екен, жаңғақ алып шақсам ба? Бір күні енемнің үйін жинап жатыр едім, деп жалғады сөзін ол. Шкафтағы киімдерді шығарып, ретімен қарастыра жинап салдым. Енем көрсе қызар адам емес, бәрін ұқыптап киеді, қымбатын бірақ алады. Одан комодтың тартпаларындағы заттарды да шығарып, ішін сүртіп, қайта реттеп орналастырдым. Орнынан қозғап, астындағы шаңында сүрттім. Бір кезде астыңғы жағынан скотчпен жабыстырылған бір нәрсеге қолым тірелді. Осы күні скотч деген бір керемет зат болды ғой. Қолданбайтын жерің жоқ. Мына әйелдің мылжыңын-ай, адам өстіп те әңгіме айтама екен. Сағышса созып болды ғой, деп отырмын. Әлгі оралған буманың пішіні сабын тәрізді, бірақ жұмсақ. Әуестік билеп ашып қарасам, қағазға оралған ақша болғанда доллар, шын доллар. Сен өзің доллар дегенді қолыңа ұстап көрдің бе? Жалтырап тұрады екен, иісі де басқаша. Көрдім. Айлықтарыңды доллармен аласыңдар ма? Мына әйел мазақтап отырау. Айлықты доллармен алсам, мына бұрыш-бұрышына Ролтон мен дәрет иісі сіңген, өзі күркілдеген пойызда нем бар? Мен ақшаны көргенде айқайлап жібере жаздадым. Есалаң болғандай ақша тұрған жерді қайта қарадым. Комодтың сырт жағынан қарасаң ештеңе білінбейді екен. Ал іш жағынан қарасаң, қатар тұрған 5 тартпаның 3-ші мен 4-ші тартпасының арасына арнайы орын қалдырып жасырған болып шықты. Әйел әңгімесін кілт үзді де, жанында жатқан жастыққа желкесін қойып, аяғын созып жата кетті. Отыра билет алған болуы керек. Аяқ астынан табылған ақшаның тарихы қанша қызық болса да, мен де шаршап отыр едім. Үнсіз қалғанына қарағанда ұйқыға кеткен шығар дедім. Менің де әңгімеден өлген ештеңем жоқ, жатып демалғаным жөн. Әрі темір тордан шыққан адамның әңгімесім, манадан аузымды ашып тыңдап отырғаным рас па, өтірік пе, оны кім біледі. Купенің дермантинмен қапталған жұмсақ арқалығына басымды тіреп қалғып бара жатқанымда оның дауысынан селк еттім. Сен тергеу гипнозы дегенді білесің бе? Ол не, білмеймін. Өткенде біреулермен осы үшін таласып қалдық. Біздің тергеушілерге шетелдіктерге жету қайда? Олар тергеу гипнозын 40 жылдан бері қолданады дейді. Мен оған келіспеймін. Біздің тергеушілерді ақымақ дей алмайсың. Тергеушілерді мақтайтын адам сирек. Өзі отырып шыққан адам тергеушіні мақтап, одан әрі таңғалдыра түсті. Сонда гипнозды қалай жасайды? Кәдімгі экстрасенстер секілді ме? Өзімді қинап оятып алып, зейінімді әңгімеге бұрып жатырмын. Қызықсың, полиция экстрасенс сияқты қолдарын сермелеп жатпайтын шығар. Бұрын естімегесін, елестете алмай жатырмын.
Ол деген қалай түсіндірсем екен? Әншейінде шала шарпы білгенін тықпалап, елді ығыр қылатын журналистерге менің түсіндіргенім. Оның журналистерді мұқатқан сайын соған рахаттанып күлетініне үйренейін дедім. Тыңда, негізі тергеушінің алдында отырған күдікті бәрін айтпайды, сырын барынша жасырады. Оның жасырып отырған ақпаратын білу үшін жаңағы гипнозды қолданады екен. Шетелде адам миына энграмма енгізеді дейді. Энграмма әлде энграмма ма, әлде басқаша атала ма, әйтеуір сол кезде адамның жадындағы жасырған ақпаратты білу оңай. Бірақ бізде де тергеушілердің өз әдістері жетеді. Жанар, тоқтай тұрыңызшы, сіз жаңа доллар туралы айтып жатқан сияқты едіңіз ғой. Тергеушіге қалай жетіп қалдық? Әлде мен қалғып кеттім бе, аңғармай қалдым ба? Тыңдай берсейші. Осы күні ойласам, бізге жақсы тергеуші тап болыпты. Демек, істі тәжірибелі тергеуші қараған ба? Неге міндетті түрде тәжірибелі болуы керек? Жай айтам, әдетте маманның тәжірибесін бағалап жатады ғой. Жоқ, ол тергеуші жас жігіт еді. Енемнің өліміне қатысты істі қараған тергеушінің аты Руслан еді, ұмытайын деппін. Осылай отырғанда мен Жанардың ешқандай мас еместігін анық аңғара бастадым. Оның ішіп отырғанын көріп отырмын, бірақ қалай масаймайды. Әлде әйелдің өзін бақылауы күшті ме? Әлде манағы іштей сескенгенім арасында ішімді мұздатқан әлде бір қорқынышымда жоғалып кеткендей. Болмаса, менің өзіме осының бәрі де қалыпты көріне бастады ма? Шаршағаннан басым ауырлай бастады. Бірақ көршім сергек. Қараңғы жерде оның кірпігін көріп отырмасам да, сол кірпіктердің бірі қағылмай, кішкене қой көздердің мен жаққа тесіле қарап отырғанын шамалаймын. Сонымен доллар тауып алдыңыз, ақша енеңіздікі ғой. Өзім де соған келе жатырмын. Не деген шыдамсызсың. Содан таң қалысымда шек болсайшы. Енем осынша ақшасы бары туралы бір ауыз айтпағаны несі? Күйеуімнің мемлекеттік қызметтен табатыны ештеңеге жетпейтін. Мұздатқыш, теледидарды несиеге алғанымызды білсе, еш уақытта ақшалай көмектескен емес. Біз бөтеніміз бе? Бізден неге жасырған? Осынша ақшаны не істемек деп ішімнен өкпелеп тұрсам да, күйеуіме ақша туралы айтқаным жоқ. Бір аптадан соң тағы да үй жинаған кезде әлгі орауды жазып, ішінен $100 алдым. Қорықсам да сол ақшаға өзіме бірдеңелер сатып алғаным есімде. Одан кейін де бірнеше рет $100 суырып алдым. Содан енеңіздің ақшасын ұрлап жүрсіз бе? Ұят емес пе? Сөзді бөлме. Ал енем ештеңе байқайтын емес. Менің де ақша алуым жиіледі. Арасында байқастап, ол кісінің қас қабағынан сыраңдап қоям. Енді комодты жасырғалы, сол ақша жатсам да тұрсам да мазамды алды. Ақыры бір күні $100 бірнеше қайтара ксерокстан өткізіп шығарып, тастай қылып орап орнына салып қойдым. Бір қарағанда $200,000 ксерокс екенін ешкім айыра алмастай. Мәссаған, бүкіл ақша жай көшірме болып қалды ма? Әлгі ақша қалай болып кетті өзі? Сіз алып кеттіңіз бе бәрін? Мен осынау ақылға симайтын әңгімеден шатыса бастадым. Иә, мен өзіме алып кеткен ақшаны қалағанымша жаратып жүрдім. Бірақ ешкімге сезік тудырмас үшін жарқыратып киім киіп, не әшекей таққан емеспін. Құрбылармен кафеге барғаным, салонға барғаным, тәттілер алып жегенім болмаса, көзге түсетіндей сауда жасағам жоқ. Ал содан маған бас қатырғыш әңгіме енді қызық көріне бастады. Көзіңе тура қарағанда, қарашығында бүккен сырмен бірге оқып үлгіретін, күдіктінің ішкі әлеміне ене алатын тергеушінің аты Руслан еді. Әйел өзінен өзі сұрағандай, мен қыбырсыз отырмын, ұйқым да әбден ашылған. Я, есіме түсті, Руслан ғой, жас жігіт. Дегенмен ол адамды жақсы алдайды. Дұрыс қой, жақсы тергеуші ең бірінші алдай білуі керек. Алдағаны қалай, кімді алдайды? Өзің дымға түсінбейді екенсің, журналистпін деп қоясың. Тыңда, бір тергеуші бар, алады да бас көз жоқ күдіктіні қорқыта бастайды, тізеге салады. Оның алдында айыпкер қорыққаннан өзі жасамаған істі мойнына алады. Болмаса арпасып психологиялық қорғанысқа көшеді. Бір жағынан тергеушілерге де оңай емес. Өмірден ала алмай қалған ақысының бәрін өндіріп алғысы келгендей шүйлігіп, қашан мойнына қойып бергенше қанды ішіп. Ал енді біреуі іші бауырына кіреді, саған жаны ашыған сияқты болып сөйлеседі, тіпті осы тығырықтан шығудың жолдарын ұсынады. Қойшы, оның бәрін неге айтып отырмын, мыжып. Айналып келгенде бәрі бір-біріне алдайды.
Тіпті тергеуші де алдап түсіреді. Оны қалай деуші еді? Тактика дейді ғой өздері. Білмейтін адамға айыптау туралы заңның өзі қорқынышты емес пе? Мысалы, өзі қорқып отырған адамға қылмысын мойындату үшін қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша айып тағу. Осы кезде әйел оқыс күліп жіберді. Қараңғы жердегі күлкі қорқынышты еді. Өз кінәңізді мойындасаңыз, іс сотқа жетпейді. Болмаса айыппұлмен немесе шартты түрде бас бостандығынан айырумен шектеуге болады десе, ештеңеден ұстатпаймын деп отырған адам өзіне тағылған айыптың ең жеңілдеуін мойындауы мүмкін. Ары қарай өзін-өзі ұстап бергенін байқамай қалады. Жақсы тергеушілерді жек көрем. Олардың сотқа берген кепілдіктері түкке де тұрмайды. Өйткені прокурор айыптауды қолдайды, ал сот үкім шығарады. Келіншектің тергеушілер туралы айтқаны ептеп таң қалдырғаны рас. Тіпті кей сөздері көңілге қонатындай. Ондай тосын ойды қанша рет сұхбат беріп жүріп те естімегенімді мойындаймын. Түрме көрген адамдар заң күнді бір адамдай біледі десе, өлсем сенбес едім. Дегенмен, осының бәрі маған іш пыстырарлық болып көрінді. Оның үстіне әңгіменің соңына жеткенше шыдамым таусылып барады. Жақсы тергеушіні неге жек көресіз? Ол бәрін біліп қойды ғой. Нені? Әйел осы кезде орнынан дыбыссыз ұшып түрегелгенде, қараңғы жерде маған қарсы ұмтылғандай көрініп, бір түрлі болып кеткенім-ай. Сөзсем, ол менің тұсымда ілулі тұрған жеңіл күртесінің қалтасынан бір қорап темекісін алмақшы екен. Қалтасынан отты қалып, темекісін тұтатқанда, қараңғы жерде бет аузы нарт қызыл болып көрінді. Енем келіп, түскі ас үстінде жаңағы үй сатып алғанын, $200,000 ақшасында дайын екенін айтқанда, менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Ұрлығым ашылып қалғанда не болатынын ойша елестетіп, жаным шырқырап кетті. Зәрем ұшқан күйі, кеште күйеуімнің шайына ұйықтататын дәрі салып бердім де, немере інішегіме телефон шалдым. Осындай жоспар бар, тез жет. Немене? Әлгінің ауаны қалай өзгеріп бара жатқанын аңғарып, осы сәтте ышқындым ба, даусым қатты шығып кеткенін өзімде байқадым. Сонда сіз енеңізді өлтіруге тапсырыс бергенсіз бе? Тсс, не айқайлайсың? Ел ұйықтап жатыр емес пе? Тыныш тыңдауға болмай ма? Әйел менің өзіме дүрсе қоя берді де, өзі сыбырлай сөйледі. Ол сөйлеген сайын қалтырап тона бастадым. Қалтырап отырып, оның енесін көз алдына елестетпекші болдым. Байғұс-ай, қандай адам екен. Жаңа ғана келіні оны дүкен ұстаған еңбекқор демеп пе еді. Үйін жайнатып қойған, талғамы жақсы деді. Киімдерді үйлестіріп киетінін айтты. Немересін еркелетіп, тапқан таянғанын жинап, ұлы мен келінін қолына алып, бірге тұрмақ болған ана. Сормаңдай әйел. Сондай адамға да опасыздық жасауға бола ма? Басым дыңылдап кеттім-ау. Әлде мына әйел осының бәрін ойдан шығарып отыр ма? Шынында шын сөзі қайсы, өтірігі қайсы екенін айырып болмайтын суайт адамдарда болады. Мына әйелмен де тар жерде өзінше ермек тауып, менің жүйкеммен ойнап отыруы мүмкін ғой. Осылай ойлағаным өз ішімді тыныштандыруға аздап болса да жарағандай. Ақша десе кісі өлтіретін туыс інім, менің бар алғаным $1300. Әпкем одан артық төлеген жоқ. Мен тапсырысты орындап шығып келе жатқанда есік табалдырығына қалдырғаны сол ғана. Басқа ақша көрмедім деп жауап беріпті. Тергеуші менен қалған ақшаның қайда екенін сұрады. Қымбат алтын не бриллиант сатып алмағаныма, шетелге шықпағаныма сендіре алсамшы. Тіпті қауіпсіздік комитеті жемқорлыққа қарсы агенттік дейме, солар қатысып, мен сектада тұрам ба, болмаса үшінші біреу қысым жасап ақшаны соған бердім бе, бәрін қалдырмай тексертіп итімді шығарды. Ол ызалана боқтап жіберді. Қараңғы жерде сыбырлай сөйлеген әйелдің түрмеде отырып келгені, күйеуінің анасы өзінің туған енесінің көзін құртуға тапсырыс беріп, өлтіріскені санама жеткен бойда бойымды билеп алған қорқынышым ұлғайып бара жатты. Жол серіктің есігін қағып, таң атқанша соның бөлмесіне бола тұрған дұрыс. Өз енесіне сондай қастық еткен адамнан бәрін күтуге болар. Темір тордың ар жағында отырып, санасы, ойы, жүйкесі бұзылған адамның есі дұрыс болмауы да мүмкін. Менің бір қылығым ұнамай қалып, түн ішінде қылғындыса қайтем. Ішім манағыдан да тоңазып қалтырай бастады. Қайдағыға қайдан тап болғанымды көрмеймісің? Журналистпін деп нем бар еді, мақтаншақ.
өзіме де обал жоқ. Жайыма қарап тыныш отырғанымда осының бірі де болмас еді. Орнымнан тұрып, сипалап аяқ киімімді іздедім. Жол серіктен бос орын сұрап көрсем, қайда барасың? Әжетханаға. Қойей, деді ол қараңғыда мырсылдай күліп. Осы сәтте ол көзіме қорқынышты кинолардағы сиқыршы мыстан болып елестеді. Әжетханаға барып келейін қазір. Отыр, ешқайда бармайсың, деді ол қатуланып. Сөздер оның тістерінің арасынан ысылдай естілді. Қорқақ екенсің ғой? Қорқып жатқан жоқ. Кімнен қорқам? Қоя берші, сендім. Енді ар жағын тыңдамайсың ба? Тұра қашпай. Сонымен мен сотталып кеттім. 17 жыл берді. Ана Сұмырайға 20 жыл. Осы жылдар ішінде сол 200 мың доллардан қалған ақша қайда кетті? Кім алуы мүмкін деп ойланумен болдым. Сонда сіз істегеніңізге өкінбейсіз бе? Енеңіздің не жазығы бар? Ана жігітте босқа сотталып кетті ғой. Енем ол әуелі бөгеліп қалды. Кейде өкінішіңді біреуге айтқың келеді екен. Медициналық сараптамада ол кісінің онкологиялық сырқаты бар екені анықталды. Онсыз да көп күні қалмаған екен ғой бейшара енемнің. Осы кезде әйелдің даусы өзгеріп, танауы бітіп, тамағын жөткірене берді. Ал ана жігіттің өзіне сол керек. Осын айтқанда қайтадан ашулана бастады. Оны таңдағаным бекер емес еді. Ол жоспарымды айтқанда, ол тіпті шошыған да жоқ. Мен де толқып, қалай қабылдайды, біреуге айтып қойып масқара болам ба деп ойлаған емеспін. Себебі мен оның қаныпезерлігіне сендім. Бұрыннан бері оның адам ретінде құны жоқ екенін, біреуге қастық қылу керек болса шімірікпейтінін ішкі түйсікпен сезгенмін. Ал былай қарасаң, тып-тыныш, өзімен өзі жүрген адам. Тіпті тышқанның мұрнын қанататын адамға ұқсамайды ол. Бірақ бала кезде оның өз бетімен жүрген ит пен мысықты ұстап алып, асып ойнайтынын талай көргем. Өзі соған жайбарақат, әрі рахаттанып қарап тұратын. Сол кезде көзінен бір масайраған, әлде бір жеңіске жеткендей сәтті қуаныштың ұшқынын байқайтынмын. Бала кезінде өгей әкесінен, оның інілерінен көп зәбір көрген бала ғой. Ақыры болар іс болды ғой. Менің қате жасағаным сол сүмелекті шақырмай-ақ парафиликтермен келісуге де болады екен ғой. Көзің бақырайып, парафилик деген не деп ойлап отырсың ба? Ол дегенің танымайтын адамды ұрып соғып, зорлап, өлтіріп кететін, содан ләззат алатын адам. Ондайлар бар. Сендер журналистер оларды көше бұзақылары деп жазасыңдар. Сендерге салса, бәрі жай ғана ерігіп жүрген бұзақы. Титтейде қайраты жоқ қауқарсыз ашудан басым ауыр тартып, шекем солқылдай бастады. Ол ақшаның бәрі жұмсалуы мүмкін емес. Меніңше оны біреу алды, бірақ кім екенін білмеймін, деді әйел ұйықтап бара жатып. Көзім желімдене бастаса да, жоғарыдағы орныма көтерілуге зауқым соқпады. Егер қазір жатсам, дым білмей ұйықтап қалатыным анық. Мынадай адамның қасында ұйықтауға болмайды. Мұндай адамның қасында түні бойы отырып, бір ауаны жұтқанның өзін айтсайшы. Қарадан қарап жүрегім айнып, енді болмаса лоқсып жіберетін сияқтымын. Уланып қалдым ба? Пысылдап ұйықтап кеткен әйелдің кешеден ішкен арағы көмейінен сасыған жуынды болып қайта шығып, тар купені күлімсіз жайлап алған еді. Сыбдырсыз қозғалып дәлізге шықтым. Терезеден қарауытқан дала жанды құлаздардай көңілсіз, көне болып көрінеді. Қаба сақал еркек қасынан өтіп бара жатып, әлдене дегендей болды. Тезірек таң атса екен. Соны Айоконың «Синева небес» романы туралы ойладым. Романда қылмыскер өзіне ұнамаған адамдарды түрлі амал айламен бір-бірлеп жоқ қылып отырады, және ол мұны қылмыс деп есептемейді. Керісінше, қоғамды нашар адамдардан тазартып жатырмын деп ойлайды. Өзі осы ойының дұрыстығына еш күмәнданбайды. Шынында сол құрбандардың арасында сот жазасынан тайқып кеткендерді де, жазықсыздары да бар еді. Авторлар осындай шығарманы не мақсатта жазады екен? Қылмыстың жасалу техникасын ашу арқылы оны көбейту үшін бе, әлде адамдар жауыздықтан сақтану үшін бе? Егер мен осы пойыздағы мазасыз түн туралы жазасын өтеп шыққан әйелдің айтқанын жазсам, нені мақсат етер едім? Бір рет қана оқылатын әңгіме болып қалатын болса, оны жазудың не қажеті бар? Бұдан әрі уақыт өткізу үшін әйелдің айтқандарын қайыра еске түсірдім. Бір сәт оның әңгімесі түп-түгіл өтірік сияқты көрінді.
есі дұрыс адам күйеуінің шешесіне осындай опасыздық жасай ма? Сөзіне қарасаң, енесімен тату болғандай. Әй, өтірік шығар. Ал бірақ купеге кіргеннен менен көзін алмай қарап отырғаны, сені бір жерден көрдім деп сендіргені таңқаларлық. Әйелдің Петропавлда болдың ба дегенін есіме алдым. Бірнеше жыл бұрын республикадағы түзету мекемелеріне іссапармен барған едік. Біз барғанда алтын күз мерекесі өтіп жатқан. Өз үйінде баласының сабағын қарап, күйеуіне шай құйып отыруға тиіс әйелдердің түрме сахнасында мәз болып ән айтып билегенін көруде оңай емес. Іс тігіп тапқан айлығынан жәбірленуші алдындағы өтемақысын өтеп жатқан әйелдердің арасында мас күйінде қызына ерегісіп, туған жиенін отқа салып өртеп жіберген кемпір де болғаны есімде. Мойнына ақша мініп, жазасын өтеп жатқандармен сөйлескенде подставамен кеттім деп тісін шықырлатқан бір келіншектің тұнжыр көздері ерекше әдемі еді. Мас болып, аяусыз сабайтын күйеуінің таяғына 20 жыл шыдап келіп, ең соңында ашу үстінде оны өлтіріп алған әйелдің көзіндегі еш уақытта айықпас өкінішті көріп, қылмыскер болса да тезірек босап шығып, балалармен қауышса екен дейсің. Бірақ солардың арасынан бидай өңді, көзінің асты көгіс тартқан осы әйелді көрген көрмегенім есімде қалмапты. Мұндай адамдардың есте қалмағаны да жақсы. Таң бозара бастағанда жол серіктің орнының бергі жағындағы купе ашылып, әуелі қампиған қарын көрініп, артынша жалтыраған бас шықты. Ер адам күркілдеп жөтеле берді. Әдетте мұрнын құрт жегендер ерте тұрады. Пәлдіріктеп басып тамбурға беттеген оның ізінен шылымның иісі келіп жатты. Енді бірер сағатта Алматыға да жетерміз деп қуандым. Пойыз доңғалақтары рельсті ұрғылаған сайын жүрегімде қаттырақ соғатын секілді.